15 февраля исполнилось 37 лет со дня полного вывода советских войск из Афганистана. Этот день вспоминаем и чествуем принимавших участие в боевых действиях. И сегодняшний герой нашего эфира Ермеков Дукенбай Сайдаубекович, председатель постоянной комиссии по работе с молодежью Совета ветеранов по Жамбылской области, кавалер ордена Курмет. Здравствуйте. Хотели задать вам несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, что изменилось, каким вы были, когда ушли до войны? Я, как сказать, в 1979 году я в Семипалатинске учился, 5 июля как закончил пушно-мехового техникума. Вот это, где мы должны были получать диплом. К сожалению, рано утром пришли с военкомата, нас забрали двоих неожиданно и призывали ряд советской армии. И мы попали в сторону южного границы нашего Советского Союза. Туркменская страна Туркмении, есть город Кушка. Этот город Кушка, самый южный, точка читался в Советский Союз границами. Там 1,5 километра от Кушки Афганистан и 1,5 километра от Кушки иранская граница была. Мы как раз там 4 месяца готовились. Нам сказали, как-то пойдем в афганскую территорию, как помощь, как интернациональный долг выполнять. Нас государство, говорит, отправляет. Нас так и воспитывали, мы там готовились. Там самые молодые были, тогда мне 19 на 20 было. Все мои рядом, которые были солдаты, все в таком возрасте. Основные там после дипломных ребят собирали. Вот это. И 4 месяца мы готовились. В 1979 году 10 декабря нас подняли, сказали война. Войдем Иран, сказали. Через 15 дней наша армия вошли в афганскую территорию. Я служил в разведроте, первый, который первым мы вошли. 25-го ночью, где-то 2 часа ночью было, по-моему, где-то, вошли в афганскую территорию. Сразу мы как вошли туда, никаких таких фашистских движений, никаких такой стрелять не было. Никого мы не стреляли, никого мы не издевались. Только наша армия, наше государство хотели помогать афганскому народу. Афганистан это самый древний народ, самый как исламское государство было. Монархия там. Вот эта монархия как раз монархические государства были в 1978 году. Революция, апрельская революция. Там победил Бабрак Кармал и объявили Афганская демократическая республика объявили. Вот с этого момента мы с этим как афганским народом, афганским государством наш Советский Союз хотел помогать, вот получились такой. Самый, честно говоря, вот здесь не такое было. Американцы хотели войти в Афганистан, наши 4 часа вперед вошли наша армия, и так в пакистанских границах, которые Саудовская Аравия, Кызылтеңиз, солардың бәрінде афганцы, американские солдаты, натовские аскери войска там остались, мы успели войти в Афганистан. И так начался необъявленная 10-летняя война. Это афганская война до сих пор не объявленная война считается. Вот поэтому мы там первый я был, там 1,5 года там служил в Афганистане. В 80 году, 18 января мы попали
мину очередную задание выполняя назад едем, ну как раз мы попали в мину. Это Такой было самое сложное, самое мое, сильное ну, воспоминание? конечно, это никогда не забуду. Я наводчик-оператор боевых машин служил там. Но когда наш БМП попал в мину, наш механик-водитель Никишин Сережка Сергей с Москвы был, он на смерть, потому что он впереди сидит. Потом командир отделения Стрельцов Володя на Новокузнецке, у него одна нога взорвался, как порвался. Я получил через 3,5 суток класс, открываю, к себе пришел, контузию получил, от этой контузии до сих пор я болею. Ранение немножко у меня в спинах. Ну, после службы пришли работать, потом начали работать, торговая система основную я закончил пушно-меховой техникум по специальности товаровед, продовольственный промышленный товар, который вот это все норка, который вот это песес, только солардың маманымын мен. Получается, вы успели закончить или... Закончили, как положено, закончили. Вот это хотели, как раз вот это, хотели, ну, нас выручать хотели, вот это 5-го. Диплом. Вот это, как думали, сегодня диплом получим. Нас рано утром в 6 часов забрали, с военкомата пришли. Так мой диплом там остались, после армии я пошел и получил, там как мне торжественно встречали. Вот такой молодой был, такой ветераном стал так. Вот вы упоминали про боевых товарищей. Поддерживаете с ними связь? Конечно, поддерживаем, до сих пор созваниваемся. Вот. Қазіргі таңда ол әскердегі болған жолдастарым мен основной Жамбыл облысында, я болмаса Жамбыл қаласында, Тараз қаласында ешқандай служагым жоқ. Менің основной служактарым бар Россияда, Белоруссияда, Украинада, Молдовияда, основной сол жақта. Менің өзім енді мынау Семейдің қаласында оққан соң менімен бірге барған жігіттер бар. Соның қазір 4-еуі қайтыс болып кетті, қазір 2-еуі Семей қаласында тұрады. Бір өзімнің жан жолдасым жаңағы Семипаласкиде жаңағы дипломды аламыз деп отырғанда 2 баланы алып кетті деп отырмыз. Соның біреусі Нұртазин Бейсенғазы Өскемен қаласында тұрады. Ол Өскемен қаласында тұратын Бейсенғазы менен кәдімгі семейіне араласамыз, хат жазысып тұрамыз, күнде көріп тұрамыз дегендей, той тамашамызға барып тұрамыз. Ол керемет досым мен ол жанды. Мен үйленген уақыт ол менің жанымда күйеу жолдасым болып тұрды. Ол үйленгенде мен бардым, сөйтіп ол семейімізден мәңгілік дос деп ойлаймын. Бұл жерде де енді ауған соғысына қатысқан азаматтарға мені осы 15 жылдың төңірегінде осы обществоны басқарды председатель қойған еді. Содан бері осы жұмыс істеп келеміз. Основной негізгісі біз мына әкіметпенен, жалпы халықпенен патриотизм жайында, мына әскери патриоттық тапсырмалар жайында жұмыс істейміз. Вот как раз таки с молодежью. С молодежью. Мен жылына өз басым осы облыс, Жамбыл облысында және Тараз қаласында бір 40-тан астам әртүрлі іс-шара өткіземін патриотизм жайында. Оның ішінде мен көптеген іс-шараларды мына республиканың аумағында өткіземін. Мұнда біраз жыл болды. Айбын деген Қарағанды қаласының жанында Спасск дейтін боевой полигон бар. Сол жерде Айбын ойындарының мен почетный наблюдателімін. Сонда барып тұрамын ылғи. Содан кейін Атардағы 40-ші армиядағы болатын, жылда болатын армейский игры деген болып тұрады. 18-20 мемлекет государствоның солдаттары келіп. Сол жерде де почетный наблюдателімін. Сондай қызметтер атқарамыз. Содан кейін осы өзіміздің мектептерде, әскери бөлімдерде, оның ішінде основной мен әскери бөлімдерде болғанда, шекара заставаларында көп боламын. Өзіміздің Түлкібастан бастап Қордайға шейінгі аралықта шекара заставаларының бәрінде мен сол жақта нештатный дейма, сондай болып крепленный отырған адаммын. Енді 15 ақпан деген біздің өзіміздің Ауғанстан соғысының аяқталған жылына 37 жыл болады. Соған байланысты біз Тараз қаласындағы барлық мектептерде, Тараз қаласындағы барлық әскери бөлімдер, кітапханаларда, жоғарғы оқу орындары бар, үшеуі, колледждер бар, соның барлықтарында іс-шаралар өткіземіз. Сонымен бірге военкоматтарда барып, әскерге алынып жатқан балалармен жеке-жеке сөйлесеміз. Оларға кішкене мотивация беріп, айналайын, әскер деген болады, шыдам деген болу керек, үйреніңдер, қорықпаңдар деген сияқты. Менің ойымша ешқандай командир я болмаса, командир деген ол солдаттың әкесі. Ол командир деген өзінің қолындағы баласын тегі ешқай әке өз баласы жаман болсын деп ойламайды, олардан талап требует етеді. Жастардың бәрін жамамыз келгенше осы әскерге тәрбиелейік. Әскер, армия деген ол бәрімізге керек, себебі мемлекет болған соң біз армиямыз болу керек. Сондықтан ұрпағымыз, балаларымыз айналайын түсіністікпен қарап,
елім екен жұртым екен деп қарау керек. Анау алыстағы Европаға, алыстағы Америкаға, я болмаса ана Южный Кореяға, Жапонияға еліктей бермеу керек. Өзіміздің елдің амандығын, өзіміздің менталитетті, өзіміздің тәлім тәрбиені сақтап қалуымыз керек. Біз осымен ақ ешкімнен қалмаймыз. Құдайға шүкір ғой. Небір енді жастарымыздың ішінде кәрі Құдайға шүкір деп айтайық. Небір білімді, алғыр, зерек балалар бар. Біз енді қазақ деген халықтың өзі мынау әлем халықтардың ішінде кәдімгі зерек халықтарға, алғыр халықтарға жатамыз. Оның өзі біз енді осыдан 50 жыл бұрын мен әскерге барғанда 46 жыл болды әскерге барғанымызда. Сол 46 жыл болғанның өзінде сол жерде біз көрінетінбіз. Қандай да болса біз любой техниканы игеріп кететін жылдан біздің балалар. Содан кейін енді біз көбінесе ауылдан бардық. Әйтеуір сұмдық білмесек те орысшан жылдам жаңағы игеріп, жаңағы жылдам түсініп, заданияны орындап, көп жерлерде ол жақсы атақтарға ие болатынбыз. Енді Құдайға шүкір тәуелсіз мемлекетпіз, ел болдық, жұрт болдық. Арқа басымыз өзіміздің еркімізде, қалай сөйлейміз десек те сөйлейміз. Сондықтан осыған қазір осы жақсылықты да, осы тәуелсіздіктің осы бір жақсы күндерінде сақтап қалуға, осы күндерде құрметтеуіміз керек. Скажите, любите ли вы театр? Я же постоянно в театре. Қазақша театрға да барамын, драма театрға, және орыс театрына да көп барып тұрамын мен. Өкінішке қарай енді көп кісілерді соған баруға да ерінеді. Содан ойлаймыз ғой, мынау театр деген ол рухани байлық, театр деген ол мәдениеттің ең жоғарғы сатысы. Ол түсінген адамға. Біз алғаш мемлекет болып, ел болып, Қазақстан болып құрылған кездің өзінде сол театрменен сусындаған ұрпақты сөйтіп келтірген, мәдениет бар екен, көзімізді ашайық, ұмтылайық, білімге қарай ұмтылайық деп осының бәріне театр еңбек сіңірген. Кейбір ащы шындықтарменен алдымызда болып жатқан жақсы бір жақсылықтарды сол театр арқылы көрерменге көрсетсек, қазақта бір ақ ауыз сөз бар, 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды дейді. Бір азаматымыз болса театрдан көрсе, сол әрқайсысы 30 түрлі халыққа берсе, сол арқылы мен ойлаймын, халқымызда жаңа рухани сусындау болады деп ойлаймын. Вот у вас 5 внуков. Менің, Вы водите? Вместе ходите? екі үлкен немерем анда-санда келеді менімен бірге. Бірақ мен өзім немерелеріме өзіміздің тарихты өткен заманнан бастап ашаршылық құрбан болғаны, Алаштың анау әңгімесі дейді, Қызылдар мынау дейді, осының бәріндегі кішкене мен талдап түсіндіріп отырамын. Мынау жерде ауған соғыс ардагерлеріне Тараз қаласында қойылған ескерткіш ансамблі. Бұндай ескерткіштердің жиынтығы біздің Қазақстан Республикасындағы ешбір қалада кездесе бермейді, тек қана біздің Тараз қаласында. Міне осы жерде біз ауған соғысында қаза тапқан азаматтардың есімдерін жазатын мына ескерткіштің екі шетінде жазу бар. Жамбыл облысынан, яғни ауған соғысына қатысқан 71 азаматымыз сол ауған соғысында қаза тапты. Сол кісілердің аты жөндері жазулы тұр мына екі шетінде. Одан кейін біздің Сарысу ауданынан бір азаматымыз осы күнге шейін жоғалып кетті, безизвест жоғалып кетті. Мінекей бұл Ауғанстаннан, жалпы Жамбыл облысынан Ауғанстан соғысына 2232 адам қатысқан, соның сол жаңа 71 сонда қайтыс болды деп отырмын. Ал енді қазіргі таңда солардың тірі жүрген 967. Жылда 20 шақты, 30 шақты азаматтар сол афганский синдром деп қоямыз, ауған соғысының зардаптарынан қайтыс болып жатыр. Мына жерде сол ауған соғысына қатысқан қазақстандықтарды қоса жазып өтіп кеттік. Енді сол ауған соғысында өте көзге түскен өзіміздің жерлесіміз Бақытжан Ертаевтың есімімен мына жерде көрсетілген. Анау жоғары жағында сендер көкке сіңіп кеткен, нұрсыңдар зау биікте, жұлдыз болып тұрсыңдар, армандарын айырбастап ажалға, туған жерге қайтпай қалған қыршындар деп біздің парламенттің депутаты, қазір экс-депутат болып қалды. 2 рет депутат болған парламентті Бақытбек Смағұл деген өздеріңіздің коллегияларыңыз, өздеріңіздің журналистеріңіз, ақын, сол кісінің шығарған өлеңін мына жаздырып қойдық. Сондықтан бұл ескерткіштің мағынасы бұл Ауғанстанда үлкен боевой заданияларды атқарған БМП дейді, боевой машина пехота дейді. Бұл жерде 11 адам, экипажда 3 адам болады, арт жақта 4-4-тен 8 десантура отырады. Осындай өткен ескерткіштердің жиынтығы бұл. Бұл ескерткіштерді құрғандан кейін мына сол ескерткіштерді мынау кезекте бір заданияны орындап келе жатқандағы бір жігіттердің түсіріп алған суреті болушы еді үйде.
сол суретте мына ескерткішке сол алды да сол суреттердің нұсқасы бойынша осы ескерткішке салынды мінекей. Бұл жерде менің өзімнің ішінде отырмын, ана екінші отырған азамат менмін. Басымда шлемофон дейді, наводчик оператор, боевых машина болып сонда қызмет атқарғанмын. Жаңа айттым, 11 адамнан құралған состав бұл. Бұны айтады бір отделение дейді, бір взводтың бір отделениесі. Осы отделениеде мынау алдында отыратын, бірінші отыратын механик водитель дейді, одан кейін екінші отыратын командир отделение дейді, одан кейін үшінші отыратын наводчик оператор дейді. Бұл енді жаңағы экипаж болып саналады. Ал енді оның арт жағында 8 десантура, оның ішінде бір гранатомет, 2 автоматчик, пулеметчик, сондайларменен мына 8 десантурамыз отырады. Мен өзі негізінде осы машинеде мен өзім 1,5 жыл осының ішінде служит еттім. Мынау ескерткішті кішкене түсіндіріп өтейін. Бұл ескерткіште, бұл Ауғанстанда бүйтіп ешкі машина үстінде мініп жүрмейді, мына боевой машина үстінде. Бұл жерде мынау біз арнаулы тапсырманы орындап, енді өзіміздің жаңағы әскери бөлімшемізге аман есен жеткен уақытта бір қуанышты сезім болғанда, сол бір жанына жақындаған кезде, тоқтап жатқан кезде енді қуанып бір-біріміз түсеміз де сол уақыттағы түсіріп алған сурет бұл. А негізінде устав бойынша боевой действияның кезінде ешкім люктен шығып сырттап отыруға ұлықсат жоқ. Себебі ана өзіңді аңдып отырған жау любой жерден снайпермен атып алып қою мүмкін. Сондықтан бұның барлығы қарастырылған. Бұның барлығы как попало бүйтіп отыруға ұлықсат жоқ. Бұл енді бір сол задание орнығысын қуанған кезде түсіріп жатқан сурет еді. Сол үйде тұрушы еді, соны әкеліп көрсетіп едім, осы ескерткіш келіп қойды. Себебі бұл жерде де жаңағылғы қашанда бір жылап жүрмейік, бір қуанышты сезім, бір жеңіспен оралған сияқты бір сезім болсын деген, жастарға көрсетейік деген патриоттық сезім еді. Құрметті ағайын, құрметті халқым, елім, елімізде ешқашанда соғыс деген сұмдық болмасын. Соңғы соғыстардың бәрі осы бізбен бірге кетсін. Сонда да қазақ айтады ғой әлгі, жау жоқ деме бөрік астында дейді. Жастарымыздың барлығы қай күнде болса да соғысқа демей, осы елімді қорғап қалуға мен дайын тұруым керек деген мақсатта әскерге барулары керек. Әскерден қалмауымыз керек. Сондықтан біздің халқымыз, біздің ата-бабаларымыз ешқашанда опасыздық, сатқындық, біреуге дұшпандық жасау дегенді білмеген. Ешкімнің жерін біздің ата-бабаларымыз бар тартып алмаған. Ешкімнің жерін сенікі, менікі деген жоқ. Тек қана өзіне тиесілі жерді ғана қорғаумен осы үлкен географиялық картадағы үлкен территорияны бізге аманат қып тастап кеткен. Сол аталар тастап кеткен аманатты жалғастырушы жас ұрпақ сендерсіңдер. Сендер осы елдің болашағы иесісіңдер. Сендер өте білімді, жоғарғы болуларың керек. Қазіргі жаһандану заманы дейді. Ғасырлар мен ғасырлардың тоғысып жатқан кезінде, цифровой технологияның кемеліне келген кезінде жастарымыз сол білімге дайын болып, сонымен ұштаса алатын, сонымен бәсекеге түсетін әлемдік мынау үлкен саясаттарға әлемдік болып жатқан білім көштерінен қалмауын тілектеспін, айналайындар. Балаларымыз аман болсын.